Ал студенттер, бүгін біз Платонос жүйесіне өзіміздің дипломдық жұмысымызды жүктеу мәселесін талқылайық сіздермен. Ол үшін Платоносқа өз атымыздан кіреміз. Сөйтіп, міне карта сайта деп тұр. Мына жерде қорытынды жұмыс, выпускная работа. Дәл осы жерге кіреміз, сөйтіп ары қарай өзіміздің жұмысымызды жүктейтін боламыз. Заходите в Платонус, карта сайта, и вот вы видите выпускная работа, да, нажимаем. Сонымен міне қорытынды жұмысқа кірген кезде бізде ең бастапқы негізгі мәлімдеме көрсетіп тұр. Сіздердің тақырыптарыңыз қазақ, орыс, ағылшын тілінде жетекшіңіз міне. Одан кейін екінші тармақты басатын болсақ, разделы выпускной работы. Қорытынды жұмыс бөлімдері дейді. Міне титулка, негізгі бөлім және қорытынды. Когда вы заходите в выпускные работы, вы видите разделы, да, вот общие основные сведения, тематика, разделы выпускной работы, история, комментарии. Основные сведения, они ваши темы, раздел выпускной работы, это вот основное, с чем мы будем дальше работать. Значит, дипломную работу вы делите на 3 составные части, да, титульный лист. Здесь будет обложка плюс сам титульный лист. Далее основная часть и приложение. Если есть приложение, то вот третий раздел. Сонда диплом жұмысын 3-ке бөлеміз. Түсінікті ғой, мына ең бірінші бөлім бізде титулка деп тұр, мұқаба және титулка. Негізгі бөлім, сосын қорытынды. Негізгі бөлім, мына титулдан кейінгі беттер әдебиетке дейін. Сосын қорытынды болса, приложение, оны бөлек сіздер жүктейсіздер. Жүктеген кезде PDF форматта жүктеу керек, яғни барлығын жинақтап, PDF-ке сақтап, сөйтіп бөлек-бөлек мына 3-ке жүктейсіздер. Загрузка файла деп тұр, соны басасыздар, сөйтіп жүктей бересіздер. PDF форматта. Загружаем в PDF формате. Сосын мына жерде қарап тұрсаңыздар, титулды лист, максимальное количество страниц, максималды беттер нешеу болу керек, 1-ден 10-ға дейін деп тұр. Көп тұрсыздар, яғни бұл жерге 10 бетке дейін жүктеу керек дейді. Ал бізде мұқаба 1 бет және титулка 2-ші бет, 2-ақ бет болады осы мына жерде, дұрыс па? Сосын негізгі бөлім қалғандары, мына 40 беттен кеп болмау керек. Сіздер өздеріңіз қарап шығу керексіздер. Егер сіздердің негізгі бөлім 40 беттен төмен болса, ол қате болып саналады, сіздерді балл төмендейді, қабылдамайды. Яғни негізгі бет сіздерді 40-тан асу керек, 40-қа жетіп, ары қарай асу керек. Негізі диплом жұмысы сіздерге айтылды ғой, 50 беттен кем болмау керек. Сонда негізгі бөлім 40 плюс мұқаба титулка 2 бет, сосын егер қорытынды болса, тағы беттер қосылады, сөйтіп 50 бет болу керек, 50 беттен асу керек. Общее количество страниц дипломной работы у вас должно быть не менее 50, да? Вам об этом уже говорили. И вот вы смотрите, максимальное количество загружаемых страниц, титульный лист до 10. На деле у нас только 2 страницы же здесь, обложка и титульный лист. Основная часть, смотрите, 47 страниц. Значит, при загрузке основной части не менее 40 страниц у вас должно быть в основной части. Плюс дальше приложение. Если есть приложение, сколько страниц вы можете загружать. Так, и при загрузке приложений, наверное, лучше всего сделать таким вот образом.
даже если у вас нет приложения, вы должны будете загрузить сюда лист, пустой лист в PDF формате сохранить и пустой лист загрузить. Так, наверное, лучше будет. Мына қорытындыға біз өткен жылдары бос бетті сақтайтын тұғымыз PDF форматта. Бір бет бос титул мына қорытынды өздеріңізде болмаса да жүктей салған сол дұрыс болады ау деймін. Сонда қате болып саналмайды. Кейбір кезде кімде қорытынды приложение жоқ, олар мына үшінші бөлімді бос қалдырып, сөйтіп ол кезде бір кездері проблема болады. Оны біз сосын жоғары компьютерщиктерге хабарлап, мына жерде проблема болды, дұрыстап беріңіздер деп. Оны біз былай етейік, приложениеге егер сіздерде болмаса да бір бос бетті PDF форматта жүктей салыңыздар. Сонда қабылдайды жүйе. Так, ну вот вы загрузили работу. Всю дальнейшую информацию вы можете увидеть вот в истории. Видите, здесь раздел устной работы, история. Нажимаете на историю, и все ваши действия будут показываться здесь. Что вы загрузили работу, что, допустим, руководитель ваш проверил, принял, отправил дальше нормоконтролеру, нормоконтролер проверил, вся информация будет здесь. Если что-то было неверно, даже ваш руководитель может отклонить вашу работу, отправить вам назад, и это все будет отражаться здесь. И при этом можно обмениваться, это чат, комментарии, можно обмениваться информацией. Допустим, нормоконтроллер вам здесь может написать: я вам на доработку отправила, потому что у вас ошибка здесь, ну, это чат. Сонда қараңыздар, мына жерде тарих деп тұр. Тарих, мына жерде сіздер қандай жұмыс жасадыңыздар жүктеу барысында, осының барлығы мына жерде көрсетіп тұрады. Жұмыс жүктелді дейді, негізгі бөлім жүктелді, титулка жүктелді, оны жетекші тексерді немесе қайтарды, норма-контролер тексерді, қайтарды, осының барлығы мына жерде тарих жазылып тұрады. Ал сосын мына комментарий, мынау чат бізде хабарласу үшін. Сіздерге мысалы тексерген адам жазып отырады, мына жерде мысалы қате түзетіңіз деп, осының барлығын осы жерден қарап отыруға болады. Мына жоғары жақта мына выбор темы, тақырып барлығы өтті, бұйрық өтті, мына жұмыс барысы дейді, норма-контролер тексеру. Тексеріп болғаннан кейін мынау жасыл болып көк болып жанып тұрады. Проверка на плагиат дейді, көк болып жанып тұрады, егер плагиатқа жіберілген болса. Плагиаттан өткеннен кейін мынау көкпеңбек болып өзгереді түсі. Сөйтіп ары қарай защита дегенге кетеді. Қазір көріп тұрсыздар, мына көкпен жамылған. Так, ну что дальше? Смотрите, мына жерде біз жүктейміз ғой үшке бөліп өзіміздің жұмысымызды. Сосын мына жерге қарап тұрсаңыздар, жетекшінің тексеру белгісі. Жетекшіге барады. Мұны сіздер жүктеп болғаннан кейін міндетті түрде жетекшіге хабарласыңыздар. Мен жүктедім деп жұмысты. Сосын жетекші өзі платонысты ашып, өз жағынан жұмысыңызды тексереді. Жетекшіде мына жерде загрузка файла деген оң жағында сіздің файлыңыз көкпеңбек болып жанып тұрады. Соны жетекші басқан кезде жүктеп алады жетекші, сөйтіп ашып жұмысыңызды қарап шығады. Үш бөлім, мына көріп тұрсыздар. Сосын егер дұрыс болса, жетекші мына жерге галочка қою керек. Біреу титулка жағына, негізгі бөлім жағына, сосын мына төменде қорытынды жағына галочка қою керек жетекші. Егер қате қабылдамаймын деп сөйтіп шешім қабылдаса жетекші, галочка қоймай, мына жерде сохранить деген белгі болады төменгі жақта. Сол сохранить дегенді басады жетекші, егер қабылдамайтын болса, галочка қоймай сохранитті басады, сақтау. Сол кезде жұмыстың барлығы сізге қайтып оралады.
Ал егер жетекші жұмысыңызбен танысып, қателер жоқ, болды, ары қарай норма контролерға жіберілсін деп шешім қабылдаса, мына әрқайсысына 3 галочка қояды. Сөйтіп төменде мына жерде сақтау, сохранить деген басады. Менде міне шықпай тұр, өйткені мен қазір студенттің атынан кіріп отырмын. Студенттің платонысы. Ал жетекшіде мына жерде сохранить деген тұрады. Соны басады жетекші. Егер қабылдаса, галочканы қойып басады. Егер қабылдамаса, галочкаларды қоймайды. Сөйтіп басады сохранитті. Сонда жұмыс қайтадан студентке кетеді. Ал міне сондай жағдайда, егер жетекші қабылдамай сізге қайтадан жіберген болса, сіз не істейсіз? Сіз қайтадан мына жерде загрузка деген жерден сіздер алып тастау, удаление деген шығады. Соны удалить, қайсысына галочка қоймады, соның бәрін удалить етіп алып тастайды. Жетекші мысалы қорытынды дұрыс болса, жетекшім тек қана мына жерге галочка қою мүмкін. Қорытынды мысалы етіп титулка дұрыс деп 2 галочка қою мүмкін, сөйтіп сохранитті басады. Сонда екеуі титулкада, қорытындыда қабылданады, ал негізгі бөлім жетекші қате деп галочка қоймады ғой, сізге кетеді. Сонда мына жерде удалить деген ашылып тұр. Сіз соны алып тастайсыз, негізгі бөлімді. Сөйтіп дұрыстап қайтадан енгізесіз негізгі бөлімді тек қана. Мына жерде галочкалар тұр ғой, оған тимейсіз. Титулка мысалы галочка қойған, қорытынды дұрыс деп галочка тұр, оларды өшірмейсіз. Тек қана мына жерде галочка қоймағанды алып тастап, дұрыстап қайтадан енгізесіз. Сөйтіп қайтадан сол оқытушы жетекшіге кетеді. Жетекші қайтадан алады, мына жерде өзінде галочкалар тұр, мысалы екеуінде дұрыс деген, ал дұрыс демеген жер қайтадан келді ғой негізгі бөлім. Соған тексеріп, тағы загрузка жасайды, тексереді жұмысты. Дұрыс болса, галочка қояды жетекші. Сөйтіп сізге жібереді. Так, по руководителю. Вот вы загрузили работу, да? После этого работа уходит. Обязательно нужно предупредить руководителя, что вы загрузили. Руководитель со своей стороны открывает Платонус, и здесь у него вот после загрузки будет отражаться ваши файлы, загруженные синим цветом. Руководитель нажимает на эти файлы и загружает у себя, читает, проверяет все разделы. И если ошибок нет, то он вот ставит здесь галочки, 3 галочки по отдельности. Если все правильно, он ставит везде 3 галочки, и у него внизу здесь кнопка «Сохранить». Нажимает на кнопку «Сохранить», и дальше работа уходит к нормоконтролеру. А если руководитель, например, он провел титульный лист, вроде верно, он говорит, верно принимаю, галочку ставит, затем читает основную часть, и там ошибки у вас. И руководитель не согласен, он отправляет вам на доработку. И поэтому он здесь галочку не ставит. Допустим, приложение тоже уже у вас правильно, он ставит галочку. Итого он в 2 разделах поставил галочки, а в основной части галочку не ставит. Нажимает на кнопку «Сохранить», и работа отправляется вам. И у вас с той стороны что получается? Здесь 2 галочки проставлены. Титульный лист приложения, вы их не трогаете. Там, где галочка не поставлена, здесь у вас знак «Удалить». Удаляете старый файл, затем исправляете ошибки и загружаете по новой. И отправляете дальше руководителю. Даете знать руководителю, что вы загрузили по новой. Руководитель открывает, проверяет, ставит галочку и нажимает «Сохранить». Понятно, да, это? Дальше работа уходит к нормоконтролеру. Сонымен норма бақылаушыға жұмыс кетті міне. Ол кісі де тексереді мына жақтан, ол кісіде де выгрузка бар. Бөлек-бөлек тексеріп шығуы мүмкін, немесе выгрузка работы деген бар, толық жұмысты жүктеп алып, норма контролер сөйтіп тексеріп шығады.
егер жұмыс дұрыс десе, үш жерге галочка қояды. Көріп тұрсыздар, мына жерде норма контроллерді жоғары жақта бір галочка тұр. Соны басса, үш бөлімде бірдей басылады. Сосын егер дұрыс болса, басады, галочка қояды, сохранитті басады, жұмыс автомат түрде неге кетеді? Антиплагиат, плагиатқа тексеруге кетеді. Ал егер дұрыс емес дейтін болса, онда галочка қоймайды. Галочка қоймай, сохранитті басса, онда жұмыс қайтадан сізге кетеді, студентке кетеді. Студент қайтадан мына нелерді алып тастап, ескі файлдарды, дұрыс емес файлдарды, оны дұрыстап, қайтадан загрузка жасайды. Сөйтіп қайтадан жібереді. Загрузка жасағаннан кейін міндетті түрде өз жетекшілеріңізге хабарлаңыздар. Мен жүктедім, тексеріп беріңізші. Ол кісі тексереді, галочкасын қояды, ол жұмыс норма бақылаушыға кетеді, норма бақылаушы тексереді, тағы да дұрыс болса, галочка қойып шығады, сохранитті басады, сөйтіп ары қарай антиплагиатқа кетеді. Антиплагиат 50%-дан асу керек, сонда плагиат өтесіздер плагиаттан. Қанша? 3 рет өтуге болады деді, ары қарай ақылы. Бірақ бізде уақыт шектеулі, сондықтан бірден антиплагиаттан өткен дұрыс болады. Ол үшін антиплагиаттан өту үшін жұмысты өздеріңіз жазу керексіздер. Қазір антиплагиат жүйесі де қатты дамып кеткен. Қазір антиплагиатты алдау қиын. Мына бірден пайызды азайтып, сіздерге жұмыс өтпеді. Мысалы, бір жерден көшіріп алған, немесе жасанды интеллект жазып берген мына жұмысты деп, жұмысты өткізбейді антиплагиат. Міне, осындай. Так, после того, как руководитель проверил, работа уходит к норма-контролеру. Норма-контролер точно так же проверяет со своей стороны работу. Если неправильно работа, нашел ошибки, то норма-контролер не ставит галочки, нажимает на «Сохранить», и работа отправляется снова вам. Вы со своей стороны удаляете все неправильные файлы, исправляете ошибки и снова загружаете, даете знать руководителю, руководитель открывает, тоже проверяет, ставит галочки, работа уходит к норма-контролеру, норма-контролер опять проверяет, если все правильно, ставит галочки, нажимает «Сохранить», и работа уходит на проверку на плагиат. 50, да, должно быть процентов, чтобы работа была принята. Менее 50 работа не принимается, антиплагиат отправляет вам снова назад работу, и снова вы удаляете старые файлы, исправляете, загружаете и по новой, да. 50% работа принята, и вы проходите антиплагиат. Так, что еще здесь нужно будет сказать? Вся информация, все действия будут отражаться вот в истории, да, я уже говорил. Обмениваться комментариями можно здесь, в комментариях в чате. Так, и вот таким вот образом мы можем с вами завершить нашу работу.